Ана күн сен темекімен шықтың да. Сонда қара, Ғазизге айтсам, менде денсаулықта аллергия темекінің проблема деп айтып отырған жоқ. Темекіні түбі онкологияға апарады. Бірақ тастау қиын. Қанша жыл темекі тартасың? 19-дан бастап темекі шектім. Училищеде оқыған кезде енді шекпесең, там бізбен жүрмесең, жігіт емессің, сондай болды ғой кезінде ол. 90-шы жылдары. Бала өсіріп жатсың, соларға сен жеке басыңмен үлгі болу керек. Өзің темекі тартып, бала темекі тартпа деп өзің темекі тартып отырсаң, ол өтпейді. Жеке басыңның үлгісімен тәрбиелеу керемет тәсіл емес, ол жалғыз тәсіл. Сондықтан сен ұяда не көрсең, ұшқанда соны өлесің дейді, сен не істейсің, балаң соны біраздан кейін қайталайды әйтеуір. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының құрметті тұрақты көрермендері, міне 71-ші ағымды шығарып салып отырмыз. Жақсы керемет нәтижемен жеткен халыққа өзінің бір пікірмен бөлісейін деген ағайындарды студияға шақырдық. Соның бірі Астанадан келген Ғазиз бауырымыз. Енді өкінішке қарай осы жерге жастар көп келе қоймайды. Жастар келеді, тек қана жаны қиналған кезде ревматоидный артрит, онкология, тағы сондай бір дертке шалдыққан жаны қиналған адамдар келеді да, көбінесе 60-тан асқан адамдар келеді. Бірақ жаңа Мадина деген қарындасымыз келіп айтады, аға, менің түсінгенім бұл жерге 30-дан асқан адамдар келу керек екен. Аурудың алдын алу керек екен. Аны батпаққа батып кеткеннен кейін шыққан қиын, батпаққа бармайтын, ауырмайтын жолды ерте жастан іздеу керек екен деп. Ғазиз, жасың нешеде? 45-ке 3 жыл. 45. Бұрын кезде ол қара сақал деп айтатын, 60-тан астам ақ сақал дейтін, қазір 45-тегі адам ол жас деп айтса болады. Мысалы, мен 64-ке келемін, 61-ші қаңтарда. Мен тау шаңғысын тебемін, марафон жүгіремін, волейбол ойнаймын, теннис ойнаймын, анда оңген бұл енді. Мен сияқты екен. Жоқ, бұрын кезде бұл 60-тан асқан адамның тірлігі емес болатын. Қазір бізге жарасып тұрады. Жүгірсең де бәрі нормально. Сондықтан әлі сен жас жігітсің. Жігіт енді 60-қа келгенде жігіт ағасы болады. 70-тен асқаннан кейін ақсақал деп айтса болады. Солай ма? Енді 45-тесің, өзің қандай мәселемен келдің бұл жерге? Денсаулықта проблема бар ма? Вообще денсаулықта проблема болған жоқ қой, былайынан қарап жатсаң. Просто менде не болды да, аллергия болды. Соны уже мазаламай, не қылмай қойды. Содан кейін бір күні маған әйелім айтады. Ойбай, что-то сенің аллергияң уже маған да бәле болды дейді ғой. Осындай бар деп. Тем более, давай маманы апарайық, ауырып жатыр. Маман да емес енді, енемді ғой енді. Дұрыс. Сол мен ойладым, былай бір күн айтты, соң ойладым, ладно, жүр барып келейік, көрейік дедім. Енді орыстар айтады ғой, пытка не пытка дейді ғой, попытка не пытка дейді ғой, соны. Жұмбұлақтың суынан мұздай шынай. Тағда сүрсің. Қазақтың анау қылым заманнан, атам заманнан ұстанып келе жатқан өзінің дәстүрі, салты бар да, қарым қатынасы бәрі. Соның кейін қазір аяқ астынан түр серияны бөлді, мырза деген нәрсе шықты. Ахметбек мырза, мен айтам, мырза деп айтпаңдаршы, айналайындар. Жасың құрдас болса, құрдас деп айт, үлкен болсаң Ахметбек бауырым деп айт, кіші болсаң Ахметбек аға деп айт, жарасып тұрады. Одан кейін ханым деген сөзді де. Бәрі, анау 18 жастағы қыз да ханым, ауылда 80 жастағы апа да ханым, бәрі ханым болып кетті. Сол сияқты, бағана енем деген кезде мен құлағыма жылы тиді. Мен бір рет байқамай атам деп айтып қойып, шешемде сөз естігем. Менің атам келе жатыр, айтты, ой, сенің атаң емес ол. Ол қайын атам деп айтты. Өз ағасын ағаламаған кісі ағасын жағалайды деген сөз бар. Сондықтан кейін менің әйелімде бір рет үйленген айтады, мамамды мама деп айт дейді. Мен айттым, өз мамамды, мен шешемді тәте деп айтамын.
Мен айтамын, өз шешемді мама деп айтқан жоқпын, сенің шешеңді қалай мама деп айтамын, ене деп айтамын. Сондықтан әр нәрсенің өзінің атауы бар қазақта. Орыстар брат дейді, сестра дейді. Қазақ айтады, әпке, сіңілі, аға, іні, бауыр, қарындас, қайынбике, әр қайсының өзінің аты бар. Бізде брат, сестра деп айта салады. Сондықтан ене деп айтқаның дұрыс. Мама деген мен айтам, қалай сен біреудің ол сенің ішіне шыққан жоқсың мама деп. Келін мама деп айтса болады. Өйткені қазір бір нәрсе айтып кетейін саған. Еркектің үш жұрты болады, оны бәріңіз білесің бе? Білемін. Өз жұрты, атом нағашы жұрты и қайын жұрты да. Әйелдің де үш жұрты болады. Иә. Әйелдің жұртын айтып бере аласың ба? Мен әйел емеспін ғой. Жоқ, бәрі сенің әйелдің үш жұрты бар. Осы жерде сіздерге де бір инсайт болады. Әйелдің де үш жұрты болады. Өткен жолы менің ағамның інісінің ағамның болу үйренген кезде, сол кезде мен тойда халыққа сұрақ қойдым. Әйелдің үш жұртын айтып берсең, құдаларға айттым, 50 мың теңге ақша беремін деп. Sonra аналар көп таласып айтып жатыр, айта алмайды. Әйелдің үш жұртын мен айтып берейін. Әйелдің де өз неменесі болады. Нағашы жұрты болады. Нағашы жұрты болады. Өз жұрты болады. Өз жұрты кім дегенде, сенің руың қайсы? Төре. Әйелдің руы? Ұлы жүзі. Ұлы жүздің қайсысы? Ұлы жүздің... Тулат, жаныс? Жоқ. Ошақты. Ошақты. Әйелің жат жұрттық. Әйелің айту керек, менің жұртым төре. Әйелдің нағашы жұрты кім? Нағашың кім? Нағашы шанышқы. Өз жұрты төре. Төркіні бар оның кейін. Төркіні ошақты. Түсіндің бе? Әйелдің жұрты. Әйелдің өз жұрты деген ол күйеуінің жұртын айтады. Екеуіне. Жоқ, өз жұрты деген күйеуінің жұрты. Қыз жат жұрттық дейді. Иә. Менің шешемде келген кезде мен матаймын деп айтады. Ол кісі матай емес, шындығында мәмбет. Бірақ матайға күйеуге дейді. Сондықтан қыз жат жұрттық. Мен келінге айттым, сен өз жұртыңды тастап бізге келдің, сен туған кезде жат жұрттық болып туғансың. Енді сен матайсың. Мынау сенің төркінің. Түсініп отырсың ғой да? Осыны қазақтың санасына түскен кезде ол ажырасу азаяды. Өйткені айтады, мен жат жұрттыққа жараттым, тастай бат, судайсың. Сен төреге бардың, ол сен төресің. Кімсің деген мен төрем дейді. Мен төркін деп бардым, төркініме келдім, төркінім ошақ. Түсініп отырсың ғой? Осы арқылы мен кішкене қазақтардың да кішкене салт дәстүрін сіңіріп, санасын өзгертіп, бұл ажырасу кішкентай кезінен қазақ сөйтіп айтады. Шыққан қыз шиден тысқары. Тастай бат, теңізге кеткен су, тас батты, ол қайта судайсың дейді. Құмға суға суды қайтадан шығарып ала алмайсың. Сен жат жұрттықсың. Сен басқа отқасына тәрбиеленіп. Сонда сол оймен келгеннен кейін, ол арт жағына қарап отырмайды. Ана жұрттың қамын жейді, сол жұрттың сойылын соғады, сол жұрттың сөзін сөйлейді. Жарайды. Енді ол да мысалы негізгі денсаулық болғанда денсаулық тек қана сен ішкен жегенге ғана емес, адамның көңіл күйіне байланысты. Үйде береке болса, әйел мен күйеуінің арасында, ата-анасының арасында береке болған кезде, ол денсаулыққа кәдімгідей немесін тигізеді. Солай ғой? Ана күн сен темекімен шықтың да. Сонда қара, Ғазизге айтсам, менде денсаулықта аллергия, темекінің проблемы деп айтып отырған жоқ. Бірақ мен осы денсаулық саласын мен кейінгі жылда терең оқыдым, бірақ бұрыннан оқып жүрем. Мен айттым ғой, үйлену саласымен мен қант жемейтін болдым, тұздалған қияр жемейтін болдым, оның бәрін бірден 20 жасымда оқыдым мен. Одан кейін бала шағамды мен жауапкершілік қой мен. Бала шаға өсіріп отырмын. Олардың денсаулығы менің мойнымда. Сол дұрыс тамақтануға мен тәрбиелей бастадым. Сол кезде мен темекі жайлы көп оқыдым. Өзім тартпасам да айтады, темекіні түбі онкологияға апарады. Бірақ тастау қиын. Қазақстанда 600 миллиард теңгеге темекі тартып жатыр. Сондықтан насыбай ататындар, темекі тартатындар, арақ ішетіндер, тіпті ана шылым, анаша деймін, соны шегетіндер де келсе, одан мен шығарып бере аламын, өйткені оның бәрі мида. Қанша жыл темекі тартасың? Мен вообще негізінде темекі тартқан 19-дан бастап тарттым. 19-дан. 19 жастан 25 жыл, 26 жыл. Жоқ, оның 19-дан бастап темекі шектім. Одан кейін где-то бір 5 жылдай ма, соны тастадым. Өзім тастадым, өзім не. Ерік жігердің. Иә, өйткені мама маған айтты, мама марқұм енді. Негізінде әкем, вообще маған воспитание, негізінде әкемнің воспитаниясын ешкім берген жоқ. Өйткені менің әкем, маған 12 жас болған кезде қайтыс болып кетті. Мені тәрбиелеген мен мама.
көрсеткен, қалай отвертка ұстау керек, қалай мужской жұмыстың бәрін істеу керек, маған мама үйреткен марқұм. Сол бойы, короче, мен бір 4-5 жылдай темекі шектім, соны тастадым, өйткені маған мама айтты, мынау жақсылық қалып келмейді, тастасайшы, шекпесейші деп. А оны мен үйренген училищеде оқыған кезде енді достармен бізде ондай болды. Шекпесең, там бізбен жүрмесең, жігіт емессің, сондай болды ғой кезінде ол 90-шы жылдары. Содан мен маманы тыңдап кішкене қой, действительно маманың сөзі енді жылы болғаннан кейін тастадым, шекпей қойдым. Соны где-то 2003-ке дейін ба, 2001-ге дейін шеккен жоқпын. Где-то Алматыға келмегенше, мен Тараздан туып өскенмін ғой, сол Алматыға 2003-те келдім. Соны где-то бір тоже шыдадым, шеккен жоқ, соны мына жерде тоже қайттан бұзылып кеттім бір жігіттермен қосылып. Енді ол бірақ өкпеңе әсерін беріп жатқан сезесің ғой бәрін, да? Сезесің ғой енді. Одан кейін қайттан шекіп кеттім да, бір 2 жыл шектім ба, 3 жыл шектім да, соны қайттан маманың сөзін есіме түсті да, қайттан тастадым. Соны шеккен жоқпын, бір где-то 2 жылдай, 1,5 жылдай шеккен жоқпын. Содан кейін мама жаман аурумен естіген соң қатты стресс болдым мен. Қатты. Өйткені ол ракпен ауырды. Мен білмей қалдым, не істерімді. Соны қайттан шекіп кеттім. Мама қайтыс болған кезде, рактан қайтыс болған кезде қайттан шекіп кеттім. Өйткені мен өз-өзім ұстамай қалдым. Стресс болдым. Мен қалай өзім өмір сүрем? Например, әкем қайтыс болды жас кезінде. Енді мамам қайтыс болды, қалай өмір сүрем? Артында інім бар дегендей. Кешіріңіздер, сол көңіл босап қалды. Сөйтіп мен мама қайтыс болған кезде қайттан шекіп кеттім енді. Сол осы келген кезде енді сіз айтқаннан кейін аны бәрін факторын не қылып көрсетіп, соны енді қазір ораза басталады, тем более вообще енді тастайын деп. Ең бастысы біз көрсетіп берген бағанағы жаттығуды да ерік жігерді шынықтыру. Яғни бұл мида тұр. Мида толық ананы өшіріп тастай алмайсың. Мидағы жазылып қалған ақпарат өшпейді. Мидың кеселі сонда. Телефондан, компьютерден, қағаздан бірдеңкені өшіруге болады, а мида өшпейді. Миға жаңа жол салу керек. Сені бұрын темекі деген ол кішкене стрессті басасың, ашуланып тұрған кезде тартсаң, бір успокоить еткен сияқты, бір рахаттанған сияқты. Ол шындығында да терең демалғаннан. Дегенде темекідан сорып демаласың, сол терең демалған кезде мына нервің өзінен өзі успокоить етеді, мына жүрегің қағысы баяулайды, ол миға барады да, соң енді кішкене демалтады. Ал енді оны дыхательный упражнениемен жасауға болады. Жаңа тура темекінің берген әсерін тыныс алу жаттығумен қалпына келтіріп алуға болады. Жақсы, мен көбінесе біреу алып келсе, кейбіреулер бір күннен кетіп қалады. Соны не кетіп қалды деген, ой, осылай алып келген, мен күткем жоқ, бұл жерде тамақ ішпейді екен, суға түсіреді екен, жаттығу жасады екен, таңертең 5-те тұрғызып алады екен, мен санаторий деп келгем, сағат 9-10-да тұрып жататын деген, сөйтіп олар кетіп қалады. Тосқандай болмайды да. Сен де бұны білген жоқсың, или көріп неттің ба? Мысалы, жұбайын көріп жүрсің. Мен әйелім көрсетті ғой, айтты осылай тамақ ішпейміз деді. Мен еще сұрадым күліп. Вообще даже бір булочка бермей ма десе, күліп не қылдым да, моментше әйелім. Вообще бермейді дейді. Құрғаны су ішесің, шөп шай ішесің деді. Содан кейін саумал ішесің, түйенің сүтін ішесің деді. И не шырын береді деді. Смузи дейді ғой, смузи, соны шырын береді деді. Соны мен ойладым, ол негізінде қалай шыдаймын деп? Қалай шыдаймын, негізінде оразада ұстаған кезде шыдайсың ғой, бірақ та мен кешке тамақ ішіп аласың ғой, аузын ашасың ғой. А мұнда 6 күн бойы. 6 күн бойы круглые сутки деген сияқты ғой. Соны мен негізінде если бастайын ба, мен до конца барамын. Мен ондайым жоқ. Андай некоторыйлар бар ғой, ойбай, барады, соң кейін жамандайды, тамандайды да, кетіп қалады, жарты жолдан. Жоқ, мен если бардым ба, если істеу керек болса, ол до конца істеу керек. Тамаша. Сонымен жаңағы жаттығуды мен айтатын кеңесім, сіздерге де айтатын. Осылай мида жаңа нейрондық байланыс орнатып, темекі деген онкологияға апарады, темекі деген азап, өлім, ауру деген сияқты мида неткен кезде,
соң темекінің иісі шығып тұрса да сенде керісінше оған деген жек көрініш, бір жиіркеніш немене пайда болады. Денсаулықта қандай да өзгеріс бар ма? Энергия қарын ашқан жоқ па 6 күнде? Жоқ, бірінші күн, между прочим, бірінші күн мен қорықтым, думаю, қалай ертең мен өзім әйелім біледі мен өзім, например, азанда тұрсам, мен уже болды, сразу маған тамақ ішу керек. Өйткені мен ондай адам, мама үйреткен, азанда тамақ ішеді, постоянно сорпаға ұятын маған азанда. Сол мен ойладым, ладно, бір күн, екінші күн қалай өтеді екен деп. Нормально, в принципе, енді бір күн қиын болады, разговор нет, қиын болады, не қылады, а екінші күн уже кішкене организм деген үйрене бастайды, я уже. Между прочим, қазір уже міне 6-шы күн бүгін. 6-шы күн уже вообще нормально. Өте жақсы. Даже просто анау қазір деген уже 6-шы күн болды уже. Просто жай ашин салмалы ішсең, или түйенің сүтін ішсең, шырынын ішсең, уже болды. Кішкене артқан тоқ болады. Шай ішіп алсаң, аузың шөлдегенге шай ішіп алсаң, уже тоқсың, например. Негізгі мына тәтті тамақ, торт, кола ішу, пирожный жеу, кәмпит жеу, темекі тарту, арақ ішу бәрі ол мына асқазандағы паразиттер. Сол тілеп тұрады. Сол миыңа барады, әкел деп тұрады. Соң кейін сен өзің шыдай алмайсың, қолың қалтырайды, анан ішкің келіп тұрады. Мына түгел тазаланды 6 күнде. Біз мына шөп шай береміз. Мынаның ішінде 6-ауы бүйрек тазалайды, 6-ауы бауыр тазалайды, 6-ауы асқазан, 6-ауы өкпені тазалайды. Соң кейін бауырға тюба жасаймыз, тікшек тазаланады. Былайша айтқанда ағза тап-таза болған кезде жаңағыны талап етіп жатқан паразиттер жоқ. Сол кезде сенің тәбетіңді болған тартпайтын болады. Келгеніне қуаныштысың ба? Келгеніне қуаныштымын, бала үлкен рахмет. Бала өсіріп жатсың, соларға сен жеке басыңмен үлгі болуың керек. Өзің темекі тартып, бала темекі тартпа деп өзің темекі тартып отырсаң, ол өтпейді. Ол өтпейді, өйткені ол айтады, мен нахин темекі шекті ғой, арақ ішті ғой, өмір сүріп жатыр ғой, не болды, мен де барып көре салам дейді, а менде ондай жоқ, мен қазір балам өсіп жатыр. Мен жауапкершілік соған. Не хочу, чтобы ол келіп бүйтіп маған темекі шегіп өзінің денсаулығын құртып дегендей, не хочу, сондай тәрбие беріп жатыр менде қазір. Тамаша. Негізгі еске сақтап алыңыздар, жеке басыңның үлгісімен тәрбиелеу, ол керемет тәсіл емес, ол жалғыз тәсіл. Жеке басыңның үлгісімен тәрбиелеу керемет тәсіл емес, ол жалғыз тәсіл. Сондықтан сен ұяда не көрсең, ұшқанда соны өлесің дейді, сен не істейсің, балаң соны біраздан кейін қайталайды, әйтеуір қанша болса да. Жақсы, осында енең риза. Оны Мадина айтқандай бір апта подготовка жасадық қой. Ол маған айтты, маманы апарайық, өйткені ол ауырып жатыр. Енді көрейік барып, может быть, ол енеме кішкене денсаулықты көтереді, не қылады, мен де байқап отырмын ғой, түнімен жүреді үйде, Астанада ары-бері жүреді, соң кешке, соң күні бойы мен баламды қарайды, мен жұмыстамын, әйелім жұмыстамын. Соның уже өзіме де айттым, действительно, Мадина айтқандай, әйелім айтқандай, жүр барып келік, бәріміз көрейік енді. И еще мен сол кісіні ойлап отырмын да, өйткені ол деген енем ғой, ол как қазақтар айтады ғой, екінші мама деп саналады ғой, но сіз айтқандай ене болады. Менде қазір әке шешем де жоқ, енді бір қайнатам да қайтыс болды, міне 4 жыл болды ма? Сондай вот қайнатам да қайтыс болды. Ең үлкенден міне бір енем қалды енді. Соны алып келейін деп екеуміз Мадина екеуміз жақсы. Бір апта дайындадық қой. Енді бір отбасынан бірге келген өте жақсы да, өйткені кейде күйеуі келеді, болмаса әйелі келеді, үйіне барғаннан кейін жаңа тәртіп орнатқысы келеді. Болды, мынаны жемейміз, мынаны жемейміз, ана үйтеміз, таңертең тұрамыз, кино көрмейміз десе, екеуінің арасында шайқас болады. Неге деген? Екеуі бірдей келсе, уже көзқарастар бірдей. Денсаулыққа, табысқа, тәрбиеге, бәріне көзқарасы бірдей болады да, бірге қыдырады, бірге жүгіреді, бірге суға түседі, бірге тыныс алады, бірге тамақ алады. Сондықтан міне бір үйден 3 адам келіп отырсыңдар. Енді енеңде көп келсе, солардың сендердің істегендерің, айтқандарың бәрі балаларыңа жұғысты болады. Сонымен енеңнің алғысын алып, бала-шағаңның алғысын алып, жұбайыңды тыңдап, әдетте көп ер азаматтар жұбайын тыңдамай қойды. Сен де осы таппайтын жоқ, бармайтын жерің жоқ, өзің бара бер, менің
мазгам чиртпе деп отырады. Сен сөйтіп айтпай келгениңе молодец, Аха. жақсы. Соңына дейін қатысып, мына жерде бағана мен ең соңында қалжың, мен кішкене айттым ғой ана кісіге, неге сен маңдайыңа жазып қойған нәрсеге қарсыласып үйтіп жатырсың дегенде, кім қарсыласып жатыр? Сенікі дұрыс емес деп. Ол да адамдарға құрғақ лекция оқи бергеннен гөрі адам серпілтеді. Солай ғой? Жақсы. Міне ғазиз бауырымызға ұзақ өмір тілеп, денсаулық тілеп, отбасының, әсіресе бала шағасының қызығын көріп, енесінің де ұзақ өмір сүріп, дені сау болғанына үлес қосып, сонда алғысын алуыңа тілектеспін. Ұрпағыңа жылысты болсын. Енді темекімен, бүкіл аурумен мәңгілікке қоштасып, табиғатпен достасып, ұзақ өмір сүріңдер. Үлгі алыңыздар сіздерде. Еще бір айтқаным не, мына жерде еще қайта маған не ұнады? Не только тыныс алу, и не только суға шомылу. Еще йогасы бар, азанда тұрасың, зарядкасы бар, еще кәдімгідей психология сабақтары бар. Содан біз сертификат алып, мына жерден 8 түрлі неден сертификат алып отырмыз. Вот сізге рахмет. Жан-жақты да? Сіз не только анау не десе точечный алып жатсыз. Обширный алып жатсыз да? Шомылып, психология, зарядка деген соны үйретесіз. Шындығын айтқан кезде саумалмен ғана емдейтін осында орталық бар мына жерде. 35 мың теңге бір күнде тұрады. Ол да ештеңке емес. 4 уақыт, 5 уақыт саумал ішесің да, құрған ет телефон көріп жатасың. Біреулер суымен ғана емдейді, біреулер ашуы ғана емдейді, біреулер ағзаны ғана тазалап береді, тюба жасап береді, жатасың да. А біз мына жаққа 16 тәсілді түгел. Психологияны, сүтті де түгел қосып бердік, бір жерден бәрін алып кетсін деп. Соның бәрін алғандарыңа осы игілікке жаратыңдар. Жақсы. Рахмет сізге. Жақсы.